Фрэнки де Йонг жалақысының аз екендігін хабарлады. Кеше өткен Эл Класико және Мбаппе ешқайда кеткісі келмейді. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбайық, бастаймыз. «250-ші Эл Класикода Реал Мадрид Барселонаны 3-1 есебімен жеңіп, Ла Лигада бірінші орынға шықты. Ал каталондықтар болса, осы маусымдағы өздерінің алғашқы жеңілісіне ұшырады. Бірінші гол 12-ші минутта соғылды. Винисиус соққы жасады, бірақ неміс қақпашысы бұл соққыны қайтара алды. Сонда да доп дәл уақытында керек жерде тұрған Бенземаға барып, француз ойында есеп ашты. Федерико Вальверде үзіліс алдында есепті 2-0-ге жеткізіп, Реалдың басымдығын үлкейтті. Ферран Торрес Роберт Левандовскийдің сәтсіз соққысынан кейін есеп айырмасын бір допқа қысқартты. Бірақ Родриго қосымша уақытта пенальтиде ойынның нүктесін қойды. Өткен маусымның соңында Барселона Реалды 4-0 есебімен жеңгенде, барлық жанкүйерлер бұрынғы Барселона қайтып оралды деп сенген еді. Өткен жаз каталондықтар үшін қиын болды. Қыруар қаржыға көптеген ойыншылар командаға қосылды. Бұл басшылықтың болжамы бойынша жеңістерді көбейтіп, кеткен шығынның орнын толтыру керек еді. Бірақ қазір Барселона Чемпиондар Лигасынан ұшқалы тұр. Ал Реал болса Барселонаға араларында қандай айырмашылық бар екендігін көрсетті. Бұл маусымдағы алғашқы жеңіліс. Барселона Реалдан тек 3 ұпай ғана қалып келе жатыр. Бірақ бұл Эл Класико. Бұл жерде мүлдем жеңілуге болмайды. Хави осы ойында Ферран Торрес, Гави және Ансу Фатиді дұрыс қолдана алмағандығы көрінді. Бензема өткен маусымда Реал Мадридке Чемпиондар Лигасы мен Ла Лига кубогын алып келді. Француз алтын допты алуы әбден мүмкін. Дегенмен ол осы маусымда гол соғуды баяу бастады. Оның жылдам қарсы шабуылдағы алғашқы голы оның осы маусымдағы тек 4-ші голы ғана. Жексенбі күні ойын алдында Бенземадан бөлек Барселона ойыншысы Роберт Левандовский де тамаша формада болды. FIFA-ның 2 дүркін ерлер арасындағы ең үздік ойыншысы Бавариядан ауысқаннан бері Ла Лигадағы алғашқы 8 ойында 9 гол соқты. Поляк осы маусымда тағы да біраз гол соғады. Бірақ әзірге Бензема әлі де Эл Класикодағы ең үздік шабуылшы екендігін дәлелдеді. ПСЖ ойыншысы Килиан Мбаппе өзі жайлы болып жатқан қауесеттерге жауап берді. Айта кетейік, ПСЖ Реймс ойыннан кейін Мбаппе өзінің командадағы орнына көңілі толмайтындығын айтқан болатын. Осыдан кейін әртүрлі басылымдар Мбаппенің не Челсиге, не Манчестер Ситиге, тағы бір жерде Ливерпульге ауысатыны жайлы ақпарат шыққан болатын. Мен ПСЖ-да өте бақыттымын. Қаңтар айында кетуді сұраған емеспін. Бұндай ақпараттардың қайдан шыққанын түсінбедім. Мен де басқалар секілді таң қалдым. Менің бұған қатысым бар деп ойлайтын адамдар бар. Бірақ менің қатысым жоқ. Мен үшін ең бастысы ойын. Мен ПСЖ-ға ашуландым ба? Жоқ, мүлдем олай емес. Бұл мүлдем шындыққа жанаспайды. Мен мұнда өте бақыттымын, деді француз өз сұхбатында. Football Insider басылымының хабарлауынша, Харри Кейннің Тоттенхэммен жаңа келісімшартқа отыру-отырмауы тікелей Антони Контеге байланысты. Лондондықтар 29 жастағы шабуылшымен әлі келіссөздер бастаған жоқ. Харри Кейннің шпорлармен 2024 жылға дейін келісімшарты бар. Тоттенхэм ойыншымен келіссөздерді қазір ақ бастауға дайын. Бірақ Харри Кейн бұл ұсыныстардан бас тартуда. Харри қазір Контенің әрекетін күтіп отыр. Итальяндық маманның лондондықтармен келісімшарты осы маусымның соңында аяқталады. Харри Кейн Контенің қол астында жұмыс істегісі келеді. Сондықтан алдағы Конте мен Тоттенхэмнің келіссөздерінде барлығы шешіледі. Ал шпорлар өздерінің жұлдызын сақтап қалғысы келсе, барынша Контемен келісімге келуге тырысу керек. Фрэнки де Йонг жалақысын азайтқысы келмейді деген жаңалықты ойыншының өзі жоққа шығарды.
3 жыл бұрын Барселона Де Йонгқа аптасына 450 мың евро жалақысы бар келісімшарт ұсынған. Одан кейін каталондықтардың бұрынғы президенті Хосеп Мари Бартомеу голландиялыққа бұдан да көп жалақымен жаңа келісімшарт ұсынды. Қазір ойыншы Барселонадағы қиындықтарға байланысты өзінің үлкен жалақысы үшін жанкүйерлердің наразылығына ұшырады. Бартомеу Де Йонгпен келісімшартын 2 жылға ұзартқан. Осы келісімшарт бойынша голландиялық осы маусымда 20 миллион евро, ал келесі маусымда 25 миллион евро жалақы алады. Бұдан бөлек Барселона Фрэнкиге 20 миллион евро қарыз. Осы маусымның басында Барселона Де Йонгқа қазіргі келісімшартын бұзып, бұрынғы 2019 жылғы келісімшартқа қайтаратындарын хабарлаған. Ақпарат бойынша Де Йонг өзінің жалақысының қысқарғанына көнбеген. Осы жанкүйерлердің ызасын тудырды. Ойыншының айтуынша, ол 3 жыл бойы жалақысының төмендегеніне келісіп келген. Және оның жалақысы барлығы ойлағандай көп емес. Менің айлығыма қатысты өтірік өте көп. Мен мұнда ойнаған алғашқы 3 жыл бойы жалақымды азайтып келдім. Менің қазір алатын жалақым бұрында берілмеген жалақының қайтарылымы. Бұны көп адамдар түсінбейді. Бақ өкілдерінің айтқанының бәрі өтірік, деді Де Йонг Mundo Deportivo басылымына берген сұхбатында. Де Йонг Барселонада қалды, бірақ 21 жастағы ойыншы қазір Хавиге қатты ашулы. Барселона бас бапкері оны бірнеше маңызды клубтық матчтарға негізгі құрамда алаңға шығармады. Бұл Манчестер Юнайтедке голландиялықты алдағы қыста сатып алуға мүмкіндік тудырып отыр. Жақында белгілі болғандай, қызыл сойқандар Фрэнкидің өткен жазда Олд Траффордқа барғысы келмегеніне қарамастан ойыншыдан үмітін үзген жоқ. Қызыл сойқандар трансферлік терезенің көп бөлігін бұрынғы Аякс жұлдызын қуумен өткізді. Осының кесірінен МЮ-де басқа орындар күшеймей қалды. Манчестер Юнайтед алдағы қыста осы қателікті тағы да қайталауы мүмкін. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар соңына жетті. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.